Құтты болсын мерейлі жас 75, ағалаға аман болып жүзге де жет. Әзия тәтем мен шөберелер сүйгізген, шебер алла сүйгізсін сіздерге шөпше. Жаса аға, жадырап жүр әрқашан, бойың тіп-тік, жүріс ширақ есен аман. Деніңіз сау, еліміз тыныш, ашық аспан, ұрпағыңыз өсіп өнсін қаумалаған. Еңбекпен елге деген құрметтісіз, еңбекпен ұрпақты да жеткіздіңіз. Жемісіне алтын бақтың өмір деккен Әзия тәтеммен бірге жасап бөленіңіз. Еңбек қорағам, кітапқа жасынан әуес, ұққан білгенін қылады елге кеңес. Осы қырдан ағам жайлы бір ауыз сөз, берейін туған күнінде естелік әңгімелер. Ағам айтқан әңгімені сөз етемін, жөнімен құратын кісі сөз желегін. Орынды жерде қолданса оқырманым, ұғып алар әр адам өз керегін. Жүсіптей көркем сұлу болсын, деп айтатын ағам кейде сөзді тосын. Батасын қайырып болып стол басында, айтады түсіндіріп сөзінің сосын. Жүсіп деген ұзын бойлы көркем жігіт, өткеде көшеден ісін қала жүріп, терезе түбінде кесте тіккен хас сұлулар сезбейді екен енесінің кеткенін қолға кіріп. Сөз кезегі келгенде ретімен, ағам асыл сөзді шығарады шетінен. Соның бәрін білсін дейді кейінгілер, ескінің әңгімесін жатқа түйіп естіген. Адам жасы ұлғайғанда ой келеді, өмірдің мәні неде, бақыт деген не өзі, деген сұрақ ханға да келген ойға жауап берген екен оған уәзірлері. Біріншісі бақыт деген байлық, керек болса айды да сатып алып. Байлық деген бақыт хан ем, не шем, не кием демейсің жатып алып. Екіншісі бақыт деген артта қалған ұрпақ. Ұрпақ ертең ісіңді ары жалғамақ. Жалғыздық Құдайға ғана жарасады, жалғыз жүрген екеу болмай ақымақ. Осы сөзді естіген даяшы есті жігіт, хан ем депті тізе бүгіп. Датың болса айт деген екен хан атасы, отырған жауаптарға құлақ түріп. Байлық деген мұз иеді де кетеді, ұрпақ арттағы іс айналаңды жарқ етеді. Бақыт деген сыйласқан сізбенен біз, сыйласқанға бұл өмірде не жетеді. Домбыраны қолға алып тартып шегін, ағам өлеңін айтады жалпақ елдің. Шынары өлеңдерінің бал қадиша, мақаммен кешегі жырлаған ақан сері. Сөзі де әуені де ақан сері айтқандай, әуелетіп айтқан дауыс қандай. 2 ғасыр бұрын түн кигіз үйде жырды тыңдап отырып таң атқандай. Ойдың де, сөздің де реті келгенде, ағамыз айтушы еді көп әңгіме. Біреуі әйелімді сыйла кем болмайсың, сол тіреуі өмірде сайып келгенде. Жас жанұя атқа мінерді ат қылуға шақырған екен үйіне елде молда. Майын жағып біткен соң бір шаруа ас ішіріп сұраған екен асқа бата. Молдекең батасында отаға сөзін, тіршіліктің ұйытқан қайнар көзін, өзің қожа, өзің шеш үйдегі істі, басқарып кетіп жүрмесін сені келін. Дегенде отағасы алғыс айтып, сөз бар еді Молдеке алатын ақылдасып, шешімге келе алмай отырмын бір, жіберіңіз дұрысын өзіңіз айтып. Айт білгенімді үйретемін, деп әйелден оңаша алып кеуін. Отағасы айтады, Молдеке сізге, бар секпе деймін үйдегі қойдың біреуін. Оған әйелім келіспей жатыр, шауып кетсін ат болып біздің батыр. Молдекең өзі келіп май жаққанда, торпақ берсек кетер еді тіпті қатып. Деп жатыр маған үйдегі келіңіз, енді қайттым, айтып жіберіңіз өзіңіз. Молдекең басын қасып деген екен, кей кезде келін айтқанға да көніңіз. Деп ағам бәрімізді күлдірді бар, келіндерді жүріңдер дейтін сыйлар. Құлағының тұшыры бір ғана да, осындай абыз ағамызды ойып тыңдап. Кейде кетсек сөйлеп, жамырап, әр нені айтып жарысып шулап, ақырын ғана әңгімесін қозғайды, өз орныңды сезінесің оны тыңдап. Жануардың жақсы аз жеп көп күйсегені, ер жігіттің жақсы көп тыңдап аз сөйлегені, ақырын ғана тәртіпке шақырады, шайға қойып шулап кеткен біздерді. Осындай 8 қырлы бір сырлы, ғалым ағам өмірде шебер кісі. Ағамды мақтамаймын, ағаммен мақтан аламын, айтқан сөзін
қабысатын барлығысы. Туған күнге ағам жайлы шағын естелік. Қуантыңыз аға 75-ке келіп. 100 жасаңыз, одан да әрі асыңыз. Сол қуанышты жүрейік бәріміз бірге көріп. Әр ауылда, әулетте үлкендер аман болсын. Үлкендер аман заман ұзағынан болсын. Қуаныштар көп болып, қызықтарға ортатылсын. Бүгінгі ағаның туған күні құтты болсын. Жүсіптей көркем сұлу болсын, деп айтатын ағам кейде сөзді тосын. Батасын қайырып болып стол басында, айтады түсіндіріп сөзін сосын. Жүсіп деген ұзын бойлы көркем жігіт, өткеде көшеден ісін қала жүріп. Терезе түбінде кесте теккен хас сұлулар, сезбейді екен енесінің кеткенін қолға кіріп. Сөз кезегі келгенде ретімен, ағам асыл сөзді шығарады шетінен. Соның бәрін білсін дейді кейінгілер, ескінің әңгімесін жатқа түйіп естіген. Адам жасы ұлғайғанда ой келеді, өмірдің мәні неде, бақыт деген не өзі, деген сұрақ қанға да келген ойға жауап берген екен оған уәзірлері. Біріншісі бақыт деген байлық, керек болса айды да сатып алып. Байлық деген бақыт хан ием, не шем, не кием демейсің жатып алып. Оған әйелім келіспей жатыр, шауып кетсін ат болып біздің батыр. Молдекең өзі келіп май жаққанда, торпақ берсек кетер еді тіпті қатып. Деп жатыр маған үйдегі келініңіз, енді қайттым, айтып жіберіңіз өзіңіз. Молдекең басын қасып деген екен, кей кезде келін айтқанға да көніңіз. Деп ағам бәрімізді күлдіртіп ап, келіндерді жүріңдер дейтін сыйлап, құлағыңның құшыры бір ғанады, осындай абыз ағамызды ұйып тыңдап. Кейде кетсек сөйлеп, жамырап, әрнені айтып жарысып шулап, ақырын ғана әңгімесін қозғайды, өз орныңды сезінесің оны тыңдап. Жануардың жақсы аз жеп көп күйсегені, ер жігіттің жақсы көп тыңдап аз сөйлегені, ақырын ғана тәртіпке шақырады, шайға тойып шулап кеткен біздерді.